Бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі Майра Ильясова. Тіпті 70 дегенді вообще түсінбеймін, тіпті қалай мен 70-ке келіп қалдым деп. Келбелей кетпе менің қасыма. Майра апай, только шаршадым деп айтпаңызшы, біз сізге қарап жұмыс істейміз. Сезім шіркін ақ жаңбыр қауып. Оны көбінесе атақ ала алмай жүрген әншілер айтады. Ол не керек ол? Ол не керек? Халық әртісін неге алды Майра Ильясова? Айналды мені. Сіздің қызыңыз Тоғжан сізге ең маңызды адам ба? Ең маңызды. Мама, күйеуге шық, сен кейде жалғыз жүресің. Сіз өзіңізге неге шанс берген жоқсыз? Өте көп болды ухажерлар, между прочим. Мақпалдың басынан өткен тағдыр менде болмады. Неге мен сол кезде жолдасымды өзім үйлендіріп жібердім деген. Биыл сіздің мерейтойыңыз. Сіз 70-ке толасыз. Құдай қаласа. Өзіңізді қандай жастамын деп сезінесіз? Сезінем ба? Мен өзімді 50 жас. Ары кеткенде 55. 55. Сезінем. Әрдайым сіз каблукпен жүресіз? Жүрем, каблукпен жүрем. Мен үнемі каблукпен жүрем. Мынау спорттық киімдер кигенде ұнатпаймын кроссовкимен жүргенде. Жалпы мен қазір аласа мен бұдан да биік сахнада, концертте мен бұдан да биік кием. Концерт ұйымдастырасыз, қонаққа шақырасыз. Қонаққа барамын. Қонаққа барасыз. Постоянно в движении. Иә. Шаршамайсыз? Шаршамаймын. Елдің бәрі сол үшін таңғалады. Мен ерте тұрам. Қазір концертім болады ғой, енді бір 10 күн уақыт қалды. Мен таңғы 4-те оянып алам. Күндіз бітпеген жұмысымды істеймін. Сөйтіп ары қарай күні бойы жүрем. Енді бұл маған Алладан берілген қуат. Бір нумеролог маған айтты. Мен өзім таңғалып қалдым. Мен ондай тіпті білмейді екем. Сізге естиміз ғой, анау бір душа дейді. Сол бір адамға жалпы өзі 3 рет қонады дейді. Сол сізге жас адамның душасы қонған деп айтқанда мен өзім таңғалдым, бірақ жалпы өзімді өте жеңіл сезінем. Тіпті 70 дегенді вообще түсінбеймін, тіпті қалай мен 70-ке келіп қалдым деп. Бірақ кейінгі кезде байқайтыным, сондай адамдарды көп көрем. Мен ары кетпей өзімнің досым, курстасым, жерлесім Роза Рымбаева, екеуміздің арамыз бір-ақ жас. Роза қандай керемет, жап-жас, былай қарасаң 50 жас, 45 жас беруге болады. Жалпы эстрадада жүргенде бәрі маған таңғалады. Жас әншілердің бәрі таңғалып айтады, сіз неге шаршамайсыз? Майра апай, сіз осылай ортамызда жүре беріңізші. Біз сізге қарап, сосын ұйықтап жатсақ атып тұрамыз. Бір рет Айгүл айтты, Иманбаева. Мен айттым, что-то Айгүл, мен шаршап жүрім дедім. Сон дауысы қатты шығып, Майра апай, только шаршадым деп айтпаңызшы, біз сізге қарап жұмыс істейміз. Жатамыз, отырамыз, бір кезде сіз звондайсыз. Айгүл, анау концерт мына уақытта кел, қаян әнің дайын ба дегенде мен орнымнан атып тұрып, Майра апай бұлай жүрсе біз неғып жатырмыз деп атып тұрам дейді. Соған қарағанда мен жастарға үлгі беретін сияқтымын. 2 жыл бұрын мен Роза Рымбаевамен сұхбат жаздым. 2 жыл бұрын ба? 2 жыл бұрын, Мен жақында жазды деп ойладым. Жоқ, 2 жыл бұрын Роза Қуанышқызы маған айтты, мен 70-ке шейін сахнада ән айтып жүремін, содан кейін зейнетке шығамын деді. Ал сіз ше? Мен қазір жұмыс істеп жүргенде бізде өте тамаша директорымыз бар. Мен Астана қаласының Еркеғали Рахмадиев, үлкен композитор, сол кісінің атындағы Астана қаласының филармониясының әншісімін. Кейде бізге жас әншілер келеді, соны біз тыңдаймыз, жаңағы комиссия мүшелері. Сонда мен директорге бір-екі рет айттым. Егер осы жақсы дауысы бар адамдардың ішінен, әнші жас балалардың ішінен сізге әнші ұнаса, бірақ алайын десем орын жоқ дейді. Сол кезде маған айтсаң, мен кете берем. Мен шын жүрегім мен жас әншіге беруге дайынмын деймін. Сонда маған біздің Ерлан Дәкенов мырзаның айтқаны, Майра апай, ондай сөз айтпаңыз. Бір үлкен кісілер келсе, бір комиссия келсе, бір жиналыс болса, Майра апай қайда, Майра Ильясова қайда деп іздеп жүреді.
кейінгі кезде мен жалғыз емеспін. Мен іздегенде Димаштың мамасы бізде жұмыс істейді, Светлана ханым. Сол Света екеумізді іздейді. Өйткені жастардың ішінде де біз сияқты аздап шашы ағарған, байсалды, жастарға үлгі болатын адам керек шығар. Сондықтан мен әрқашанда кетуге дайынмын. Өйткені Дайынсыз, бірақ кетпейсіз. Жоқ, мен қазір өзімді жақсы сезінемін. Енді осы 70 жасымды өткізіп алайын. Содан кейін Мен қазір 16 ән айтам. Алғашқы 5 әнді бізде үлкен қазақ оркестрі бар. 70-тей музыканттары мен үлкен оркестр. Дирижері Қазақстанның халық артисі Айтқали Жайымов ағамыз, ол кісі 81-де. Сол кісімен айтам, сонда 5 ән өте ауыр әндерді айтам мен. Өзі даусымның, әр әнші өзінің даусының диапазонына қарай айтады. Сонда байқаймын, дауыс шығып тұр, ешқандай мен шаршамайым. фонограммамен айтпайсыз. Жоқ, жанды дауыспен айтамыз. Ешқашан. Ешқашан емес, айтатын кез болады. Бізде көбінесе телевидениеден келген кезде, теледидарға түскенде фонограммамен айтыңыздаршы. Үлкен шоу концерттердің бәрі фонограммамен айтылады. Жақында сондай дау болды, ондай кезде де айтуға болмайды. Фонограмманың бәрін құрту керек деген сөз болды, бірақ ол мүмкін емес. Мысалы, жаңа жылда біз 31 күні 12-ні тосып, 12-де тоңып тұрып, аязда өлең айтамыз. Алматыда жылы болады. Мен 11 жыл болды Астанаға көшіп келгеніме, мен өзім келген жоқпын, мені арнайы әлем артисі, атақты скрипаш, біздің скрипачкамыз керемет, өзім сыйлайым, өте ақылды жан, талантты Айман Мұсақаржаева шақырды. Сосын келдім. Сабақ берем, дәстүрлі музыка факультетіне декан болдым. Сол кезде қатты тоңдым. Ал Алматыда біз 12-ге дейін, 12-де өлең айтып болып, сағат 1-де жаңа жылды үйге жете алмай, 1-де жететін кездеріміз болатын. Сол кезде қалай фонограммасыз айтуға болады? Далада аяз, аппаратуралардың бәрі қатып қалады далада тұрған. Кейде істемей қалады. Сол кезде біз айтатынбыз. Қазір де солай. Сосын енді тойларда әркім өзі біледі. Жанды дауыспен айтама, фонограммамен айтама. Сондықтан мүлде фонограмманы алып тастау деген, ол кейбір адамдар ойлайды, бізге айтқан сондай қою керек деп. Онда сіз өлең айта алмайсыз ба дейді, жанды дауыспен. Осы Астана қаласында ең бірінші, биыл 3 жыл болып қалды, мәдениет министрлігінен арнайы бұйрықпен келіп бізге бұдан былай жанды дауыспен ғана айтасыздар, фонограммамен айт. Арнайы бұйрық келді. Біз бұйрықты орындаймыз. Сіз Тарбағатайдың қызысыз. Анаңыздан ерте айрылыңыз. Сіз нешеде болдыңыз? Өкінішке орай, енді ол бір өмір бақи жүректі ауыртатын нәрсе. Мен мамам 37 жасында дүниеден озды, мен 3 жасымда. Біз 4 қыз, мен үйдің кішісі екем. Менің үлкен әпкем сонда 14 жаста. Сол кісі, папам айтқан ғой, мектепке бар, Майра әлі 3-те, қасында 5 жасар әпкем болған, Әсия 5 жаста ғой, ересек қой, қарайды деп өзі таңертең жұмысқа кетеді. Содан әпкем сабаққа барған, сосын бір күні келсе, біз Әсия екеуміз есіктің далада, топырақтың үстінде, жаңағы, ол кезде қазіргі арнайы балаларға арналған не бір площадкалар жасап қояды ғой, ауылда ондай жоқ. Топырақ болса топырақ, су болса су. Бізді ұйықтап қаппыз. Соны көргеннен кейін менің сестрам үйге келіп жылап, мен оқымайым. Сон папам ұрсыпты, оқисың, жоғары білім алу керек, мектепке барыңдар. Біз мысалы оқи алмай қалдық, ол кезде үлкен кісілер оқымаған. Сонда да апайым бой бермей қойып, бізді бақты. Қазір ол кісі 79-ға келеді. Біз сол бір әпкем дүниеден озып кетті, қалған үшеуміз, сол екеуміз ғой енді әпкеміз. Алақанымызға салып бітіп отырамыз. Ол кісіні күтеміз, жақсы көреміз. 79-да. Әкеңіз де ерте қайтты ғой. Иә, өкінішке орай ол кісі сол мамам қайтқаннан кейін давлениесі көтерілетін болды. Үнемі уайымдайды, бізді далаға жұмыс, ол кісі жылқышы болды. Жылқыға кетіп, таңертең кетеді, кешке келеді. Сонда бізді ойлайды, ылғи ойлап жүрді. Содан ба қан қысымы көтеріліп, ұйықтап жаққанда 59 жасында ол кісі кетіп қалды. Біз бірақ сол үлкен әпкеміздің арқасында біз жетімдікті сезінген жоқпыз. Сабақты
неге екенін білмей бәріміз сабақ жақсы оқыдық. Үш әпкем Сәния жаңа қайтыс болып кеткен математик болды. Біз де жақсы бітірдік. Үнемі сабағымызды беске оқитынбыз. Солай өстік. Қазақстан халық әртісі Қайрат Байбосыновтың сіз шәкіртсіз. Иә. Қайрат аға болмаса ше, сіз дәстүрлі әнші болушы едіңіз бе? Жоқ, мен жалпы жаңа айттым ғой, сабақ жақсы оқыдық. Үнемі 5-пен бітірдік. Сол кезде мен 2 жыл жұмыс істедім ауылда. Өйткені мен бітірген әпкемнің арамыз 1,5 жас. Ол өте ән салатын, музыкадан өте сол жақсы бағамен институтқа түсіп кетті. Мен 2 жыл жұмыс істедім, өйткені студентті де оқыту керек қой. Ақша салып тұрам, тамақ жіберем, ол кезде посылка деген болатын. Бір кішкентай мынандай жәшікке бәленбай килограмм етті де сыйғызып, құртты да салып, сүрленген етті салып беріп жіберетінбіз. Сол адресті дәл тауып барып, қарны ашып отырған студенттер сол тамақты айлап жейді. Басымыздан өтті өзіміздің. Сол 2 жылдан кейін оқуға келдім. 2 жылда мен уже қарайып қалдым. Тапсырам, балым жетпей қалады. 2-ші жыл тапсырдым, 1 балым жетпей қалады ылғи. Сол сөйтіп жүрген кезде мен үйде, нағашымның үйінде тұрдым, Алматының шетінде, қазіргі аэропорт жақта. Сонда менің ол кісі жазушы болды. Сосын бір музыка зерттеуші ағамыз болды, Жарқын Шәкәрем деген. Ол кісі сол кезде атағы дүрілдеп шығып жатты. Әміре Қашаубаев атамыздың дауысын Франция қаласынан тауып, жаңағы архивтан соны алып келіп, елдің бәрі таң қалып, жаңағы өзіміз бұлай жай ғана таспадан дауысы да жоқ болатын. Сол кісінің дауысы керемет, елдің бәрі таң қалады, Францияны таң қалдырған деп естиміз. Сол кісінің дауысын тауып, архивтан алып келді. Сол кісіге айтқан ғой, менің бір сіңілім, қарындасым бар үйде. Үй жинап жүрсе де өлең айтады, кір жуып жатса да өлең айтады, даланы есікті сыпырып, есік алдын сыпырып жатса да, соны тыңдашы, дауысы жақсы деп. Сосын ана Жарқын аға айтыпты, алып келіңіз, мен тыңдайын деп. Содан маған адресін беріп қоя берді. Сол кісіге бардым. Ол кісі менің дауысым тыңдады. Ойбай, айналайын қалқам, сенің дауысың жақсы ғой дейді. Мен ойлаймын, бұл кісі неге дауысты айтады? Маған неге? Мен түсінбеймін. Мен өйткені тіпті әнші болам деп ойлағам жоқ. Мен жаңағы экономика факультетіне түсем деп жүргім. Нархозға, ауыл шаруашылық институты болып айтылатын. Народный, халықаралық. Сосын алып барғаннан кейін кірдік, әппақ көйлек киген жап-жас бір ағай отырды. Сосын кел қалқам деді, Жарқын аға кірді. Қайрат, міне алып келдім. Осы қарындасымның дауысы маған ұнап тұр. Тыңдашы деп сөйтті. Сосын сөйтсе әншілерді қабылдап жатыр екен. Бір қыз бала, 6 ұл бала отыр екен. Сосын менің домбыраңды алып айта қой деді. Қолымда домбыра. Енді домбыраны сонша қатты ойнай алмайтынмын, бірақ шамам келгенше. Қазір бізге ән айт десе, біз дауысын бұраймыз, распевка жасаймыз, деп жүреміз, айғайлаймыз. Ол кезде мен білмеймін дауыс. Отырдым да айғайсап 2 ән айтып бердім. Өзіме ән айт дейді, айтып берем. Сосын Қайрат аға айтты, атың кім қалқам деді, Майра дедім. Сөйтіп едім, сен жақсы, дауысың жақсы екен ғой. Жәке, рахмет, сіз маған бір дауысы жақсы оқушы алып келдіңіз деді. Мен ойлаймын, әнші дейді. Неге мен әнші дейді? Мен әнші емеспін ғой. Нархозға бара жатырмын деп. Иә, ішімнен ойлаймын, мен нархозға, мен деген экономика факультетіне барам деп. Сөйтіп, онан кейін Қайрат аға айтты, Майра айналайын, мына балалар, міне осы өзің сияқты түсетін балалар, бізде 1-ші тур, 2-ші тур деген болады деді. Сен 2 турдан да өттің, барып, ол кезде құжат деп айтпайды, документтеріңді өткіз дейді. Мен шығып ап ойлаймын, мен анау фабрикада жұмыс істеп жатырмын ғой, ол кезде айтпақшы, оқуға түсе алмағаннан кейін фабрика головных уборов деген болды, бас киім тігеді. Сол жерге мен 1 жыл жұмысқа кірдім. Мен папам жоқ, мамам жоқ, мен өзімді өзім бағуым керек. Ешкім көмектеспейді, иә. Соны ойладым, неге бұл кісілер маған әнші болды дейді. Сосын фабрикаға барғанда таңғы 5-те тұрам, өйткені қаланың шетінде туыстарымыздың үйі, мамамның туған ағасының үйінде тұрдық. Үлкен кісі ол кезде, ол кісі 70 жаста,
80 жаста дүниеден озды. Сол кісілердің бауырына кіріп әйтеу олар енді мен мамамды біледі, сөйтіп сол үйде тұрдық. Содан ойладым, мен 2 ай документімді тапсырып осы жерде оқиын. Маған жақсы болды, ұйқым қанады. Ал август айында мен нархозға түсем деп ойладым. Сөйтіп құжатты тапсырдым. 2 күннен кейін Қайрат ағаның алдында. Қайрат аға келді, сабақ берді. 2 күннен кейін мен білмеймін қайда отырғанымды. 2 көзім Қайрат ағада. Не болып атқанын қарамаймын. Мен бір ән деген әлемге кіріп кеттім. Сондай ұнағаны сонша нархозда жайына қалды. Қайрат аға үнемі осы 2 қызымнан бірдеңе шығады. Осы 2 қызым менің ертең үлкен әнші болады деп айтып отыратын. Шынында да менің досым, жан досым, балалық шақтан келатқан Бисара Макенова, сол жерде отырған қыз бала. Қазір Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Көкшетау филармониясында істеген көп жыл. Сол Бисара екеуміз шынында да жақсы шәкірт болдық. Қайрат ағаның сонда 2 үздік шәкірттері бар, Дұрыс, сіз және Бисара. Ол қазір 70-ке былтыр толды. Майра апай, сіз былтыр ғана Қазақстанның халық артисі атағын алдыңыз, Тек былтыр ғана. Былтыр. Өйткені Почему столько лет сізге берген жоқ? Жоқ, маған емес. Ол жалпы Қазақстанның халық артисі, ол кезде Қазақстан Республикасының халық артисі деп айтылатын 10 жылға алып тастады. Біз оны білмейміз, неге алып тастағанын. Ол кезде мен Қазақстанның еңбек сіңірген артисімін. Құрмет парасат орденім болды. Соңғы алған Мақпал Жүнісов алды. Сонан кейін барып тоқтап қалды 10 жыл. Получается, Последний алғандар соңғы алды. Ол қашан болды? Роза оның алдында алды. 10 жыл бұрын. Сосын 10 жыл перерыв болды, пауза. Сосын біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, бұл болмайды. Ол үлкен жақсы атақ, сондықтан қайтадан бұйрық беріп жариялады. Сол кезде сіз және Майра Мұхамедқызы алды. Біз биыл алдық. Биыл алдыңыз ба? Ал бірінші Қазақстан халық артисін Димаш алды. Не обидно, что молодой? Жоқ. Бізге сондай сұрақтар көп қойылды. Мысалы, мен өзім Димаш біріншіден біз Қазақстанның аумағында өз тілімізде өте жоғары өзімізге лайық бағаны алдық. Ал Димаш қазір бүткіл кішкентай ғана Димашымыз бүткіл дүние жүзіне Қазақстан деген республиканың бар екен, қазақ деген халықтың бар екенін танытқан, ол біз үшін үлкен мақтаныш. Және мен ойлаймын, Димаш ол бір ешқандай анандай 7 октава әнші жоқ. Ол бір ғайыптан Алланың берген, мен айтам ылғи, Алланың берген сыйы. Ал сіз үшін бұл атақ маңызды ма? Әрине маңызды. Өйткені шынында да енді атағым жоқ деп отырмайсың ғой, жұмысымызды істей бердік. Негізді кейбіреулер айтады, атақ ол не керек? Оны көбінесе атақ ала алмай жүрген әншілер айтады. Ол не керек ол? Ол не керек? Ал атақ деген вообще-то керек, да? Жалпы мен ойлаймын, творчествомен айналысып жүрген әншілерге, суретшілерге, спорт ардагерлеріне или жастарға бәріне керек. Ол просто стимул. Ары қарай сенің жұмыс істеуіңе. Мен қазір еңбек сіңірген артист емес, мен халық артисімін. Мен қазір концертімді бір жағынан халық артисін неге алдым Майра Ильясова деп кәдімгі үлкен бағдарлама жасап, мен қазір халықтың алдында есеп берем. Бұл концерт сонда мерейтойға арналған, Мерейтойға арналған. Как итоги, Және халық артисін әңгіме болуы мүмкін ғой, анау неге алмады, мынау неге алмады деген кезде мен жанды дауыспен айта алатынымды. Ал сіз хейтерлер туралы ойлайсыз ба сонда? Просто бұл сенің неге 100 адамға бермейді, неге соның ішінен біз Майра Мұхамедқызы екеуміз ғана алдық. Енді сіз алмасаңыз сонда кім алады? Жоқ, бізде лайықты адамдар өте көп. Бірақ соның ішінен жұмыс істеп жүрген. Мен мысалы тек қана әнші емеспін. Менде 3-4 үлкен авторлық жоба бар. Сағындырған әндер айға 19 жыл болады биыл, Жан анамға 20 жыл болады, 18 жыл болады.
Сонда менің екі бағдарламам 18-20 жыл сұраныста. Мен тіпті теледидарды қарап отырғанда 1 жыл тұрған жоба келесі жылы өтпейді. Халық қабылдамай қояды. Жоқ болып кетеді әйтеуір. Иә. Ал ол оңай шаруа емес, концерт жасау деген өте қиын. Оның бер жағында сен профессионалдық дәрежеде, менікі ретро фестиваль, мен ескі әндерді өте жақсы білем. Менің анам өлең айтқан, менің жаңағы екі әпкем осы уақытқа дейін ән айтады. Кішкентай кезімізде жаңағы 79-да толған әпкем барлық ескі әндерді айтып жүретін. Сол біздің компьютерімізге басымызға жазыла берген ғой. Соны меңгерген адам ғана концерт жасай алады. Бабалар үні. Ал жан анамды мен өзімнің анамның рухына арнағам. 37 жасында 11 сәбиді дүниеге келтіріп, түк көрмей дүниеден озған. Мен сол 11 сәби көтерген. Сондықтан мен анамның рухына жұрт зират анандай памятник ескерткіш қойып атады ғой. Менің ескерткішім анама қойған. Ол жан анам. Сіз өзіңіз 37-ге келгенде осы возрасттан қорққан жоқсыз ба? Жоқ. Кейіннен естідім, біреулер айтады, анамның жасынан өттім, әкемнің жасынан өтіп кеттім, аман жүрмін деп айтады. Соған қарағанда сондай бір мистика бар сияқты. Бірақ шынымды айтсам, мен ондай ойлаған жоқпын. Өйткені 37 жасымда ауырған жоқпын, аяғым ауырып жүре алмай қалған жоқпын. Қазір 70-те секіріп жүрміз ғой енді. Бірақ менің білуімше 37 жасыңызда сіз нәрестеден айырып қалдыңыз. Иә. Екінші сәбиім дүниеге бәрі аман сау 9 ай көтердім, бірақ дәрігерлердің қателігінен мен сол босанайын деп тұрғанда дәрігерлер мені құлатып алып, система қойып көтергенде менің басым айналып кетіп. Сонда сәбиім шетінеп кетті. Ол да мүшел жаста бір қатер болады дейді қазақта. Немесе өте биік қуаныш болады. Сол маған қатер болды. Өкінішке орай екінші сәбиім дүниеден озды. Қазір енді бір Тоғжаным ғана бар, Құдайға шүкір. Сіздің қызыңыз Тоғжан сізге ең маңызды адам ба? Ең маңызды адам. Ол бір бала болғандан бәрі көргенде айтады, мынау атақты әнші, баласы сондай қарапайым деп айтады. Расында да қарапайым болып өсті, қарапайым болып өсірдік. Мен неге Тоғжанды жақсы көрем? Тоғжан өте ақылды. Мен кейде айтам, 10 ұлдан артық менің бір тал қызым деп айтам. Өйткені папасын да жақсы көреді, папасына да қамқор болады, туыстарымызға да жүгіріп кетеді. Маған айтады, мамо, мен неге жалғызбын? Сендер анау 4 әпке, 2-3 әпкен келеді, сендер күліп ойнап, шай ішіп отырасыңдар. Мен ылғи жалғыз жүрем деп айтқанда, мен қатты жүрегім ауырып. Сонда түсіндіріп айтам, сенде болушы еді сіңілің. Тағдыр солай болды. Енді балам, сен менің қателігімді қайталама деймін. Сондан кейін ол үнемі тыңдап жүрді. Қазір Құдайға шүкір, сол Тоғжанымнан, Ерлан деген күйеу баламнан 4 немерем бар. Олардың бәрін еркелетесіз? Бәрін еркелетем. Өте қатты еркелетем. Сол үшін кейде Тоғжаннан сөгіс алып қалам. Даже сіз бұрынғы күйеуіңізді тоже еркелетесіз? Еркелетем. Ол рас қой, иә? Рас. Сіздің бұрынғы жұбайыңыздың әйелі бар, басқа отбасы бар. Бірақ менің білуімше, ол мысалы сізге звондап, мен осындай просьбам бар, сіз оған отказ бермейсіз. Әрине. Өйткені біз тату тұрдық. Біз біз ұрысқан жоқпыз. Ол арақ ішпейтін, темекі тартпайтын. Это самое главное. Да. Енді мен өзім әнші болғандықтан темекінің иісіне де, араққа да мен шыдамайтынмын. Әнші болғандықтан шығар. Сонан кейін ол өте не болды, мінезі кең, өзі спортпен шұғылданатын. Сосын Тоғжанды қатты жақсы көрді. Екеуміз өте тату тұрдық. Бірақ менің жұмысым мен оның жұмысы сәйкес келмейді. Ол қонаққа бармайтын. Қанша тек жақын туыстарымыз болмаса, еш қайда бармайды. Ал мен концерт анда мұнда. Ал сіздің өміріңіз гастроль? Гастроль. Ол келсем, баланы құшақтап алып ұйықтап атады. Мен кетем 10 күнге, бір күні вообще мен Москваға 40 күнге кеттім. Үлкен дүниежүзілік фестиваль болды, бізді 40 күн ұстады. Қала жабылды.
закрытый город дейді ғой. Сонымен бізді ұшырмай да қойды, шығармай да қойды. Сосын мен келдім ғой енді. Самолеттен түстік. Бақытжан мен Тоғжан мені қарсы алды. Мен екеуінің түрін көріп шошып кеттім. Екеуі мынау жақтар ішіне кіріп кеткен, көздері ішіне кіріп кеткен, арық күйеуім деген вообще мынандай болып қапты. Сонда мен ойладым, мен қандай оңбаған адаммын. Мен тамағын беріп баламның жолдасымды күткенім сол 40 күн. Даже ол кезде звондау мүмкін емес. Үйде телефон жоқ, переговорға шақырамыз. Ол кейде связь жоқ деп сөйлесе алмай қаламыз. Соның кейін сол кезден бастап маған ой келді. Мен или мынау өнерде жүруім керек, немесе мен семьяммен болуым керек. Ар ойладым, бер ойладым, өнерді тастай алмаймын. Өнерді таңдадыңыз, иә? Сосын өнерді таңдадым. Ал сіз бұрынғы жұбайыңызды болашақ әйелімен таныстырған рас па? Мен таныстырғанда менің әпкемнің қызы соған ақырын айттым. Сенде сол қызымның достарың бар ма? Жақсы деп едім. 2 подругам бар деді. Біреуінің аттарын айтпай қойын жарайды. Сосын соны айтты, соның кейін мен жақсы дедім. Сол жаңағы апайымның қызы Бақытжан аға деп екеуі бірін-бірі қатты сыйлайтын, солар таныстырды. Соның кейін ол бірақ 2 жыл көнбей қойды. 2 жыл. Мен айтам, саған отыратын, қасыңда шай беретін, кіріңді жуатын, тамағын істейтін. Мен өнерден кете алмайым дедім. Мен кете алмайым. Бірақ сен ренжіме, саған басқа әйел керек. Сенің қасыңда жүретін, саған тағы да бір ұл туып беретін, өзі ұлды сағынатын. Ол деп айтады. Сонымен танысты, бәрі жақсы. Қазір 12,5-13-те ұлдары бар. Өте бақытты тұрады. Қарым-қатынас керемет, иә, сізде? Керемет, 2 семья араласамыз, бірігіп Қонаққа шай барасыз? ішеміз. Қонаққа олар Сіз Алматыға барғанда олардың үйіне қонасыз? Енді кейде қону керек болса қонамыз, әрине. Бізде Алматыда үйіміз бар ғой өзіміздің. Біз еркін араласамыз. Біздің балаларымыз, немерелері бар. Ол мені әже деп кішкентай кезінде әже дейтін. Біз өте татумыз, араласамыз. Неге? Менің қызым психологиялық күйзеліске ұшыраған жоқ. Ол біздің айырылысқанымызды даже білген жоқ. Мен только қызым үшін солай жасадым. Бақытжан да қиналған жоқ. Жақсы жар тауып алды. Менің қызым сезінген жоқ. Папам ана жақта, мамам. Біз үнемі араласып солай жүрдік. Қазір біз бәріміз өз орнымыз таптық. Біз бәріміз өзімізше бақыттымыз. Ал Майра апай, сіз өзіңізге неге шанс берген жоқсыз? Бұл сұрақты Роза Қуанышқызына да сұрадым, иә? Неге сіз өзіңізге шанс берген жоқсыз? 42 ол, мен қазір 42 демін. Это же молодость. Мен бірінші күйеуіме де сол өнер үшін өзімде емес, өзімді жертва жасадым ғой енді. Ал мен сол өнерде жүргенде жоқ, сіз маған лайықты жігіт кезікпеді, менің көңілімдегідей. Мен үнемі ойлайтынмын, бұл әнші емес. Егер бір жігіттер енді әрине келіп, жақсы көретіндерін айтып, сөйтіп кейде шығарып салып сондай болады ғой. Ондай енді совсем ешкім қарамады деп айта алмаймын. Өте көп болды ухажерлар, между прочим деп қояйыншы. Бірақ роман болды ма? Жоқ. Енді ол роман болса адам күйеуге шығу керек қой. Менің не обязательно? Әншімін, Розада да солай болды ғой. Соның кейін Розаның да кішкентай 2 баласы болды. Оны түсінуге болады. Мен даже ондай сұраққа даже қалай жауап берерін білмеймін. Өйткені мен ондайды ойлағам жоқ. Болады, кейде менде болды подругаларым. Міндетті түрде мен жігіт табам, мен тұрмысқа шығам деп тұрмысқа шығып кеткен қыздар болды бізде. Бірақ мен соны ойламадым. Ал қазір сіз өкінесіз бе? Жоқ, мен өкінбеймін, бірақ қызым кейінгі кезде маған үнемі ренжиді. Мама, күйеуге шық, сен кейде жалғыз жүресің, сен түнде мен көбінесе оларды нетпей, өзім машинамен келем, аэропортқа тастап кетем, өзім мініп жүре берем. Сол кезде мен ұйықтамайым, сен үйге кіргенше мен ұйықтамайым, сен бір адаммен таныссашы деп айтады. Мен айтам енді, мен сол кезде
былай осы дұрыс, осы жігіт жақсы деп мені жақсы көреді. Менде де бір ұнату сезімдері болады әрине. Сол кезде қызым ұнатпайтын. Қабағы түсіп кететін, или Бақытжан жанымызда жүргеннен кейін ба, үнемі кездесіп жүргеннен кейін ба айту. Соны қызымның көңіліне қарайтынмын. Ал қазір маған күнде айтады күйеуге Ал қазір наоборот. Иә. Қызыңыз айтады. Қызым айтады, мама, мен айтам, сен маған рұқсат берген жоқсың. Қазір енді менің жасымда Ал қазір ше, неге? қазақта. Бізде қазақта жаңағы өзің айтқан жаста күйеуге шығу деген мен білмеймін, ондай түсінбеймін. Ұят қой ол. Өмір бір рет. Бір рет берілді, мен жақсы өмір сүрдім. Өміріме ризамын. Мәселе тек күйеуге шығуды емес, менің өнерім бар. Менің алтындай 4 немерем бар. Мен сосын күнделік жазам. Кітап деп айтпай-ақ қояйын. Мен енді немеспін ғой, жазушы емеспін. Бірақ мен қазір соны бітіре алмай жүрмін. Бір кітапты уақытым болмай жүр. Ковид болған кезде мен біраз жазып тастадым. Өзім туралы, өзімнің өмірім туралы, өнерім туралы. Сонан кейін менің бір сырымды айтсам деп едім деген бір тағы да бір жобам бар. Ең бірінші ол жобаға мен Бибігүл Төлегенованы түсірдім. Бибігүл апай мен үшін өте қызық болды, өйткені ол кісіде тұрмысқа шыққан, күйеулері дұрыс тұрмаған ғой енді. Өйткені біздің мамандығымыз неге көп қыздар тұрмысқа шықпайды, әншілер. Өйткені біз таңға келеміз, 5 күнге кетеміз. Өзің ойлашы, қай жігіт сені түн ішінде келесің, қайдан келдің сен? Кім әкеліп тастады сені? Қай машинаға міндің? Күнде сондай әңгіме болады ғой енді, қызғанады. Сосын қай жігіт түнімен күнімен қаңғып гастрольге кететін әйелмен тұрғысы келеді. Көбісі соған. Ал енді мысалы бізде қандай жақсы? Жазира Жанболат, Мирас Құралай, Света Қанат, Қыдырәлі Қарақат. Қандай керемет, бірге жүреді, бірге келеді. Біздің жолдастарымыз басқа мамандық иесі болғандықтан бізге өте қиын болды. Бірақ менің күйеуім бәрін жақсы түсінетін. Ол ондай агрессивный болған жоқ, өте мінез жақсы. Мен сол үшін де сыйлаймын, сол үшін де оның өміріне мен ат салысып, онан жақсы әйел алғанына, бөпелі болғанына. Ол қазір бақытты, ол ұлды болды. Қызы бар, ұлы бар, одан бақытты адам жоқ. Бұдан не жоғалттық? Кейбіреулер таң қалады, кейбір әйелдер ойлайтын шығар, осы Майра апай күйеуіме қызды алып берді, әйел алып берді деп біздің күйеулерімізді бұзатын болды деп айтатын шығар. Бірақ менің қызымның психологиялық травма алмас үшін мен солай жасадым. Ал сізде травма бар ма? Менде жоқ. Ешқандай. Ешқандай. Мен өнерде өзің кейде сұрақ қоясың ғой, мен өнерде ешқандай бір менде проблема болған жоқ. Майра апай, мен сізді ешқашан біреумен ұрысқаныңызды, біреумен конфликт болғаныңызды көрген жоқпын. Сіз керісінше бәрімен доссыз. Солай ма? Иә. Қазір концерттің алдына мысалы сіз ас бердіңіз. Сіз үшін ол маңызды, иә? Мен үшін ас берген өте маңызды. Өйткені қазақта мынандай сөз бар. Өлі риза болмай, тірі байымайды. Өлі адам кім? Ол сенің әкең, ол сенің анаң, ол сенің ата әже дейді ғой. Жалпы қазақта, жалпы біздің дінімізде ол расталған, ол дәлелденген, үнемі қайтыс болған адамдарға Құран оқытып отыру керек. Ал мынау концерт басталып кетті, мен қатты жүгіріп кеттім. Кейде бір нәрсем дұрыс болмай қалады. Содан кейін мен бір күн ойладым. Мен кейде сүре оқымай жатпаймын мен. Фатиха Ықылас сүресін оқып жатам. Сонда ойлаймын, менде неге мына шаруа дұрыс болмай қалып жатыр? Ата бабаларыма Құранды аз оқып жүрім, мешітке жиі бармай жүрім, садақа бермей жүрім деп ойладым да, тез 3 күннің арасында шештім, 60 адамға үлкендерді жинап. Бізде Нұрлан иман бар, Нұрлан аты, өте керемет, өзі заманауи киінет, заманауи қалжыңдайды, өте өзі дінін, мұсылманның дінін өте жақсы біледі. Сол кісіні шақырдым,
расында да мені шында да өте адамдар сыйлайды. Мен соны сен айтқанда Өйткені сіз өзіңіз адамдарды сыйлайсыз. содан да болу керек. Сіз жасқа қарамайсыз. Иә. Ал енді ұнамаса қатты айтып тастайтыным да бар. Ұнамаған адамды қасыма жолатпайтын. Мен араласпаймын. Ондай адамдар бар ма Ұнаса, сізде? ол жас болсын, кәрі болсын, мен араласып кетемін. Болады, бір сөйлеген кезде шынайылық көрмесем, фальштарын көріп тұрсам, сосын бір өтірік айтатын адамдарды мен ұнатпаймын. Соның кейін 60 адам келді, шақырған адамның бәрі келді. Сондай керемет отырдық, Нұрлан имам керемет уағыздар айтты. Сонымен жеңілденіп, әдемі болып тарадық. Бір түрлі бір жеңілдеп қалдым. Енді Теперь концерт беруге болады, да? болады, жеңілдендім. Ал енді жаңағы бәрі сізді қалай жақсы көреді, ол адамның өзіне байланысты. Егер сен әрбір адаммен ол амандасып жатса, аманын алсаң, үлкен ата келіп, ой айналайын, Майра сені танып тұрмын, сен Майрасың ғой деп жатқанда мен иә деп қасынан өтіп кетпей, атаммен амандасып, мен білмеймін, мен өзімнің көрермендерімді керемет жақсы көремін. Кейбір байқап қалам әншілердің анау концертте шығады, сосын жұрт қол соқсын, менің әнімді жақсы қарсы алсын деп, осы басын жерге дейін иіп, енді бір қарасаң кетіп бара жатады, жаңағы отырған көрермен жүгіріп барып фотоға түсуге бола ма, автограф беріңізші десе, талай естідім. Мен шаршап кеттім, мазамды алмаңыз деп кетіп баратқан. Бірақ мен сол әншілермен сосын тоқтатып алып тұрып ұрсам. Сен жаңа анау көрермен ғой, сен неге олай сөйлесесің? Кейбіреулері түсінеді, жалпы білмеймін, сондай менің цифрым 1. Сондай қатал, ұрсатын кезде ұрсам. Бір нумеролог айтты маған, сіз сондай, мінезіңіз сондай. Ал жақсы көретін кезде мен жақсы көрем, өте сыйлаймын, ол кішкентай ма, ол мен жас әншілерді қандай жақсы көрем. Концертке шығарам, олар қуанады, үлкен концерттен шықтық деп. Ал үлкендерді де қалтырмаймын, жақсы көрем. Сонда сіздің бәсекелестеріңіз кім? Мынау деп айта алмаймын, болды. Кім? Ой, орташа ән айтып халық танымайтын әншілер кейде жақтырмай жатады. Кейде белгілі әншілер, енді бізде сондай не бар, бізде сақталған, біз оны айтпаймыз. Мені де мүмкін біреу ойлайды, осы Майра маған бәсеке болып жүр деп. Сол сияқты, сондықтан енді ондай білінеді, сыртыңнан әңгіме айтады, ондай да бар. Естисің, жүрегің ауырады, бірақ мен ондайға мән бермеймін. Мен өмір бақи өзімді ісіммен, жобаларыммен, дауысыммен, әдемі ән кештеріммен дәлелдеп жүрмін. 48 жыл сіз сахнада жүрсіз, иә? 48 жыл. Сонда сіз ешқашан сахнадан шаршаған жоқсыз? Жоқ, шаршаған жоқпын. Әлі де шаршаған жоқпын. Әлі де әттен 70 жас әйтпесе, әлі де 48 жыл сахнада жүрмін. Сонда әлі де 20 жыл дайынсыз ба сахнада жүруге? Жоқ, 20 жыл енді. 20 жылда мен қазір 70-90-ға келеді екен. 90-ға келгенде үлкен адамның дауысы жарықшақтанып шығады, дауыс кете бастайды. Бірақ мен қазір өзім ойлаймын, негізі 70 жасқа келгенде адам сахнадан кету керек деп. Сіз солай ойлайсыз? Ойлаймын. Өйткені, бірақ сен соны мен қоям ғой, Розаға екеуміз сұрақ қоямыз. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз биыл 70-ке келесіз, Роза Қуанышқызы келесі жыл. Сонда екеуіңіз сахнадан кетсеңіз, онда кім қалады? Тағы бір Роза Рымбаева, тағы да бір Майра Ильясова келеді ғой. Қазір жастар көп қой, жақсы жастар бар. Керемет әншілер бар. Мысалы, мен жастардан өте қуанышпен, мақтанышпен айталам. Өзімнің продюсерлік орталығымда жұмыс істеген, тәрбиелеген Рухия Байдукенова. Сіз сияқты, мысалы, дәстүрлі әнші жоқ? Бар. Кім? Айгүл Қосанова, Сәуле Жампейесова, Еркін Ырысқали, Ерлан, кім еді аты? Керемет әнші бар, Алматыда, консерваторияда сабақ береді. Домбырамен айтатын, енді маған Айгүл Қосановадан кейін әншілер үзіліп қалған сияқты көрінеді. Өзі лек-лек болып келеді, өзім өте жақсы көрем, Айгүлді бағалаймын. Осындай әншілер бар. Қазір Айгүлден кейін бертін шыққандар бұл Қарақат, Ардақ Балажанова, Клара Төленбаева. Кімнен кем? Ұлдардан кімді айтсам болады? Неге Айгүл Ешібаеваны айтпайсыз?
әр ұстаз, мен ұстазбын, әр әншінің өзінің пір тұтатын әншісі болады. Маған не обязательно бүткіл әншіні жақсы көру. Менің өзіме ұнайтын әншілерді мен айтам. Айгүлді сыйлайым. Айгүлдің өзінің бір мінезі бар, өзінің бір айтатын әні бар. Ол жыршы ғой, иә? Ол жыршы. Жоқ, ол әнді де бітірген ғой, әнді де айтады. Бірақ менің өзімнің жүрегіме жақын. Сол сияқты Айгүл Елшібаеваның өзінің жүрегіне жақын әнші бар, мысалы. Ол өткен жолы менің концертімде Розамен айтты. Менімен айтқан жоқ, Мақпалмен айтқан жоқ, Роза. Яғни оның жүрегіне Роза жақын. Сондықтан ол бәрі әншіні бірдей жақсы көру мүмкін емес, бірақ бізден кейін қазақ өнері дүрілдейтіндей жастар келе жатыр. Неге Мақпал Жүнісова үкіметтік концерттерде ән айтпайды? Енді біздің Мақпал Қазақстанда екі әнші бар десе, біреуі Мақпал. Елдің бәрі біледі ғой, басынан қандай жағдайлар өтті, неше түрлі саяси жағдайлар өтті. Сол кезде солай болды. Ал қазір мен байқайым, көп жерде шығады концертке. Совсем үлкен шоу программалардың бәрінде Мақпал жүреді. Жаңа жылдық шоу Қазақстан телеарнасы, хабар шақырады. Көп жерден көрем мен. Бірақ бір жылдар болды, мүлде шықпай қалған кез. Қазір бар жерде. А сізде сондай жағдай болды ма? Мақпалдың басынан өткен тағдыр менде болмады. Қазіргі заманда культура отмены деген бар. Осындай понятие. Концерттен алпыстандар, эфирден алпыстандар, кинодан алпыстандар. Бір қате жасаса, все, алпыстандар дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Өйткені әнші көп, екінші әнші шыға салады. Может, содан? Егер бірақ екі-ақ тал әнші болса, өйтіп шығара алмайды ғой. Жай, қалжыңдап айтып отырмын. Негізі бұл жерде басшыларды да түсінуге болады. Егер бәріне бүгін рұқсат берді, ертең біреуі сәлдіректеп, үшіншісі сахнада құлап жатыр. Басшылар емес, қазір халық өзі. Халық айтады. Халық емес, қазір басшылар да айтады. Арнайы тізім береді кейде. Осылай. Мен бұла бір жағынан ойлаймын, екі жағы бар. Бір жағынан өте жақсы. Толып кеткен қыздар. Қалай болса солай киініп, сахна мәдениетіне сәйкес емес киімдер. Сонан кейін қандай репертуарын өзгертпейді, бір әнді айта береді, немесе шында да концертті көйлек үстіңге қонып тұру керек. Халық саған 2 сағат демалуға келеді. Сенің жай киіне салған, шашыңне, туфлиң сүртілмеген, сондай емес, сенің әдемі. Қыздардың белі қиылып, әдемі болып шығады. Бізде қандай әншілер бар. Мен өзім артындағы қыздарды ылғи мақтаймын. Мәдинаның сахнаға шығу мәдениет, тіпті Розаның шығу мәдениеті. 70-ке келсек те, біз ешбір жас әншіден кем шықпаймыз. Біз бойымызды ұстаймыз, тамақ ішпеу. Иә. Ал енді кейде жастар толық болып шығады. Бірақ енді профессионалдық дәрежеде атақ алып жатқан, үлкен неге ие болып жатқан әншілер өздерін жақсы ұстайды. Біздің хақымыз жоқ мас болып шығуға, туфлиімізді сүртпей шығуға, үтіктелмеген көйлек киіп шығуға. Бірақ көптеген әншілер өзінің мәдениетімен, өзінің жүріс-тұрысымен, өздерінің дауыстарымен, жанды дауыспен айтуынан үлкен құрметке ие болады. Халық сыншы, халық айтады, дұрыс айтады. Халықтың сынына ұшырамас үшін әр әнші өзінің жағдайы. Бізде күлдірем деп, кәдімгі біздің бір үлкен әйел әншілер ауыздарына келгенін айтып атады. Мен сондайға риза емеспін. Ол әзіл сықақтың маңайында жүрсе де, әзілдің бәрі мәдениеттілік болу керек. Ауылдағы бір ұрысқақ әйелдер қысап ауыздарына келгенін айтып тұрғанды естігенде, мен өзім үйде отырып үй аламын. Ол дұрыс емес. Бәрі мәдениеттің айналасында болу керек. Сіз Инстаграмда комментарийларды оқисыз ғой? Анда-санда. Хейтте сирек отырам. Критика жаса, хейт жаса. Маған? Сізге? Маған бір рет жазды. Мен жас әнші болған кезімде домбырада жүріп, мен өйткені Мәдина Ералиева досым болды. Мәдина ол ең бірінші неше түрлі шапкалар киіп шыққан, европалық әншілерге ұқсас болып шыққан досым. Жанында жүрдім, біз бір төсекте жататынбыз.
Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында 15 жыл бірге жұмыс істедік. Соны көргеннен кейін маған тігіп береді Мәдина. Дос болдық. Сонда менде бір мынандай әдемі шапка киіп шықтым. Ертесінде ол кезде Лениншіл жас деген атақты газет болды. Қазіргі мынау неше түрлі жазады ғой. ТикТокта, ой, не ТикТок, Инстаграмда сонда адам ұялады ғой енді. Сол кезде мені бірінші рет жазды. Майра Ілиясова поптың шапкасын киіп шықты. Сосын мен домбыра тартып жүріп, эстрада әндерін айтатын болдым. Мен фольклорлық ансамбльмен Сазгенде 20 жыл жұмыс істедім. Содан кейін барып Отырар саз оркестрімен, Құрманғазы оркестрімен ән айттым. Содан кейін қазір енді мұнда қазақ оркестрінде де айтам. Сойтып эстрадаға шығып, ең бірінші білмеймін ғой енді, әдемі көйлек тіккізіп, қасыма Қыздарай деген өзімнің келіндерім, Зейнеп Қойшыбаева деген халық артисінен сабақ алған Қытайдан келген қазақтың қыздары менің бауырларыма тұрмысқа шықты да, енді соларды мен алып шықтым. Сонда мынандай жырық көйлек киіп алғам ғой. Енді сонда мен жастығым ғой. Үнемі үлкен бөрік, үкі, қолымда домбыра, қос етек көйлек киген адам әне жерде мынандай жырық жүргенде саның көрініп қалады. Солай шыққам ғой. Ертесінде мені жазды. Майра Ілиясова жырық көйлек киіп ап, аяғы саны жарық-жұрқ етіп, поптың бас киімін киіп ап. Сол кезде оқимын да үйде отырып жылап алам. Бірақ сосын білдім. Содан кейін ешқашан жырық көйлек кимейтін болдым. Ылғи бөрікпен шығатын болдым. Халықтың несін түсіндім. Ал енді ол кезде заман бөлек. Қазіргі кезде не киіп шығам десе киіп шығады. Ал қазіргі аудитория ешкімді аямайды. Олар еще ойлайды, ешқандай ответственность жоқ. Жаман сөздерді де айтады, оскорбление жазады, я? Сізге жазды ма? Мен, может, жазатында шығар, мен желіде почти отырмайым, білмеймін неге екенін. Бірақ маған сондай жаман сөз жазғанды өзім оқып көрген жоқпын. Сол жаңа көйлегі қайта-қайта осы көйлекпен шығады дегенде естідім. Сосын енді бірақ мен біреулерге жазып атқанда қатты жүрегім ауырады. Мысалы Гүлнұр Оразымбетоваға жазады, ол жазықты емес қой. Жақсы көрді, өзінен үлкендеу адамға тұрмысқа шықты, тамаша екі баланы дүниеге келтірді. Сол Гүлнұрға жазып атқанда оқып қалам кейде. Кейде тағы кімді оқыдым? Көбірек кімді айтады? Бұлай ойлап қарасаң, Баянға постоянно жазады. Ол Баянға үйрендік қой бір бәрінде. Баян молодец, ол құлағына да ілмейді, өзіне жарасады. Мақпалға көбінесе менің оқитыным мақтайды. Айтады, Мақпал апай, сіздей әнші жоқ, сіз ғана сіз. Біз бәріміз көрінбей қаламыз Мақпалдың жанында. Ал Роза Қуанышқызы мысалы, Али құрмет алғанда? Ол жерде, енді бұл жерде Розаның ешқандай жазығы жоқ. Розамен почти, міне 48 жыл өнерде келе жатырмын, мен Розамен 50 жыл бірге келе жатырмын. Екеуміз бір курста оқыдық, содан бері бір рет сөзге келіп, бір бөлек жүрген кезіміз жоқ. Жан доспыз екеуміз. Менің құрбым, сокурсницам, жерлесім. Секреттеріңізді Білеміз. Біріміздің секретімізді 100% білеміз. Бірақ не? Ешкімге айтпайсыз? Ешкімге айтпаймыз. Айтпайтын құрбыларымыз біз. Ал Мадина Ералиевамен дос болдыңыз, иә? Болдым. Болат Назарбаевпен роман болғанда сіз куә болдыңыз ба? Болдым. Өте жақсы, біз жақсы қабылдадық. Жолдасы болған жоқ. Күйеуінен айырылысып кетті Мадина. Жалғыз өзі Әрсенді өсірді. Ол Әрсенмен менің қызым жасты болды. Менің жолдасым жаңағы Мәдинамен бір класста оқыды. Сол арқылы біз бірге жақын танысып кеттік. Ал ол кісі қамқор болды. Мәдинаның қолы жетпей, енді жай пәтерде тұрды. Егер өнер иесіне өте тамаша әншіге 3 бөлмелі, 4 бөлмелі үлкен, ол кезде 150 деген 60, 50, 40, 30 квадраттарда тұрып жүрген кезде 150 квадрат. Оны бүткіл қазақ елі білді, бүткіл ел білді. Бірақ менімше Болат Назарбаев сонда өте жақсы көрді. сүйген ғой. Сүйді.
өте жақсы көретін, арасында естіп қалатынбыз, қызғанатын. Өйткені Мәдиненің өзі бір сөзінде айтып қалды маған солай. Үйде уақытында болмасам, ол кісі ренжиді деп. Сонда тұрған ба? Енді Бірге? ол кісі бірге тұрған жоқ, бірақ семьясына қамқор болып келіп кетіп жүретін. Өте, білмеймін, біз өте жақсы сыйлайтын. Сосын ол кісі Мәдиненің өнерін жақсы көретін, дауысын жақсы көретін. Сондықтан енді болды жағдайлар. Өмір ғой, жаңа мен айттым ғой, кейде тағдыр сені айландырып әкеп бір жолға салады. Сол жолда не көресің, сен соны көресің. Бірақ ол жолда мен жүрмеуім мүмкін. Мен жүрмеген жолмен Роза жүрмеуі мүмкін. Сондай ғой, әр әншінің өзінің тағдыры бар. Сіз өзіңіздің тағдырыңызға ризасыз ба? Мен ризамын, тек кейінгі кезде мынандай ой келеді, қызым айтсам күледі. Неге мен сол кезде жолдасымды өзім үйлендіріп жібердім деген. Өйткені 4 немерем бар қазір. Тоғжан таңертеңнен кешке дейін 4 немеремен. Біреуін мектепке апарады, біреуін алып келеді. Кішірек кезінде біреуін жетісатқа апарады, біреуін үйірмеге апарады, біреуін бассейнге апарады. Мен жүрем, менің атым бар. Біздің әжеміз лягушка путешественница деген атым бар. Балаларды қарауға шамам келмейді. Мені наоборот күтіп алып шығарыпсақ, папалары жұмыста. Сол кезде жақында айттым. Мен сол өкініп жүрмін, Тоғжан. Қалай өкініп жүрсің деп қуанып кетті. Ол маған папамды сен қиып анау әйелге беріп қойдың деп кейде айтады ғой. Мен айтам, ата керек екен. Ата пенсионерлер қазір. Ата мен апа дефицит. Бүткіл жастар соларға жабысады. Еще не поздно. Я подумаю. Мен ойланайын. Майра апай, Бірақ ол ата бұрынғы атаны айырбастай алмайды. не обязательно. Можно новый ата. Жарайды, оны да ойланайын. Маған көп айтады. Динарочка айтады маған. Сондықтан мен осы бүгінгі хабардан кейін ойланайын. Ойланыңыз, өйткені еще не вечер, как говорится. Майра апай, мен сізді келе жатқан мерейтойыңызбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Өнерде табыс тілеймін. Менің ойымша, сіздің энергияңыз тағы где-то 20 жылға сахнада керемет өнер жасауға жетеді деп ойлаймын. Мен енді сахнада ән айтып жүрмесем де Бірдеме жасаймын. әр нәрсенің уақыты болады. Бірақ ән айтқан әншілер төрге отырғызып қойып мені сыйлайтынына Бибігүл апайды сөйтеміз ғой біз. Сондай жағдайға келетініне мен сенімдімін. Солай болады. Амин. Рахмет.